Тақырыпты жалғастырайық. Өткен сенбіде сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыруда сыртқы талдау және бағалау жөніндегі облыстағы арнайы мониторингтік топтың кезекті отырысы өтті. Топ мүшелері ағымдағы жылға арналған жұмыс жоспарын жан-жақты пысықтап, бір ауыздан бекітті. Алдымен қоғамдық бақылау картасы деп аталатын жаңа жоба топтың талқысына түсті. Мамандардың айтуынша, өткен жылдың қазан айынан бері тек қамқор қосымшасына 1500 өтініш түскен. Ал жобаның толыққанды жүзеге асуы барлық жауапты құрылымдардың дайындығына байланысты. Басқосуда ғаламтор арқылы жолданған азаматтардың сауалдарына нақты, түсінікті әрі шұғыл жауап қайтарылуын қадағалау жайы да сөз болды. Соңғы кездері ветеринария саласына қатысты айыптаулар артып отыр. Талдау нәтижесінде басқарманың қызметінде мемлекеттік қызмет алушылармен тікелей қарым-қатынасқа түсу тәуекелі. Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарында қызмет көрсетуден бас тарту негіздері жоқ екендігі, дискрециялық мерзімдер, стандарттардағы талаптар әртүрлі нормативтік құқықтық актілеріне талаптармен сәйкес келмейтін туралы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері көрсетілді. Аталған тәуекелдерін жою мақсатында мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарына және кейбір ветеринария саласын реттейтін нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу қажет деген ұсыныс берілді. Осы салада жұмысты жандандыру жөнінде ұсыныстар айтылды. Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағытында 2018 жылға арналған кешенді жұмыс жоспары талқыланды. Аталмыш құжат аясында мониторингтік топ кесапатқа қарсы стратегияны жүзеге асыру бойынша мемлекеттік органдар, квазимемлекеттік нысандар мен ұйымдарға кеңес беруді қолға алып, стратегияның тиімділігін арттыруды көздейтін ұсыныстарды жинақтап, жетілдіретін болады.